экономика, менеджмент, маркетинг саласында білімдеріңізді арттыруға, осы білімдеріңізді ары қарай дамытуға көмектеседі және кәсіпкерлікте жоғары дәрежелі кәсіп иесі болу үшін сіздерге осы кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні әліпбиін осы мектептен бастайды екен. Енді құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өндіріс процесіне қатысатын ресурстар. Сабағымыздың мақсаты тауарлар мен қызмет көрсетуге қажетті ресурстар мен және факторларды білу. Және тауарлар мен қызмет көрсетуге қажетті ресурстар мен факторлардың арасындағы айырмашылықты түсіну және осыны талдай үйрену. Енді осы тақырыбымызды ашу үшін құрметті оқушылар, алдымен біз алдымыздағы өткен сабақтарға кішкене шолу жасап өтейік, есімізге түсірейік. Экономикалық өсу дегеніміз не? Құрметті оқушылар, кім айтады? Дәмет. Қаралып отырған экономикалық жерде тауарлар мен қызметтердің шығару көлемін ұлғайту. Кәне көрейік. Как экономикалық? Қаралып отырған экономикалық жүйеде тауарлар мен қызметтердің шығару көлемін ұлғайту. Дұрыс. Яғни, әрбір салада кәсіпте бастаған кезде не қылады? Тауарларды аз мөлшерде шығарады, келе-келе тауарларды көлемін ұлғайтып отырады. Ал енді құрметті оқушылар, 100 теңге алған оқушыларымыз мына топқа бөлінеді. 50 теңге алған оқушыларымыз мына топқа бөлінеді. 20 теңге алған оқушыларымыз мына топқа бөлінеді. Және 10 теңге алған оқушыларымыз мына топқа бөлінеді. Құрметті оқушылар, енді өндіріс ресурстары дегенімізде және оның шектеулілігі дегеніміз не? Енді қараңыздар, өндіріс ресурстары қазір біз сабақ барысында тоқталып кетеміз. Өндіріс ресурстары дегеніміз адамдарға керекті нәрсе, қолданылатын материалдар шығару керек. Шақпақов ауылында кәсіпкерлер бар. Қазір заман талабына сай осы кәсіпкерлеріміз жұмыс атқарып жатыр. Осы видеороликке кішкене тоқталып кетсек. Біз Қазақстан бойынша ұлттық құндылықтарымызды дәріптей отырып, офлайн және онлайн мастер-класстар жүргіземіз. Өз басым білім алуды, жаңашылдыққа ұмтылуды, ізденуді әлі күнге дейін жалғастырудамын және жемісін көрудемін. Сондықтан сізді де атамекен қолдау орталықтарына келіп, мемлекет бөліп отырған мүмкіндіктерді пайдаланып, тегін білім алып, жас кәсіпкер болуға шақырамын. Сіздің мүмкіндігіңіз үшін Нұр-Сұлтан қаласында 65, Алматы қаласында 84, Шымкент қаласында 74 оқу орталықтары жұмыс атқаруда. Бізге келіңіз, жас кәсіпкер болуға асығыңыз. Мына құрметті қонақтар, құрметті оқушылар, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы қазір осы 3 өңірде, осынша жаңа 65 Нұр-Сұлтан қаласында, Алматыда 74, біздің Шымкент қаласында 84 оқу орындары бар екен. Яғни өмір талабына сай осындай кәсіпкерлікке тегін оқытып жатыр. Жаңағы айтылғандай осы бағдарлама жұмыс жасап жатыр, әлде де өстіп кәсіпті ашуына мүмкіндік беріп жатыр. Енді менде барлық енді құрметті оқушылар, алдарыңызда тұрған кітаптармен оқулықпен жұмыс жасайық. Тауарларды, қызметтерді және одан басқа өзге де құндылықтарды жасау процесінде пайдалануы әртүрлі табиғи, әлеуметтік, рухани күштердің жиынтығы болып табылады. Табиғи, әлеуметтік, рухани күштердің жиынтығы болып табылады деген. Кәнігі көрейік, отыра қойыңыз. Өндіріс ресурстары, тауарларды, қызметтерді және өзге де құндылықтар жасау процесінде пайдаланатын әртүрлі табиғи, әлеуметтік және рухани күштердің жиынтығы екен. Енді қараңыздар, бұл жерде ресурстың өзіне тоқтала кететін болса, әлеуметтік, табиғи, қазір тағы да сабақ барысында тоқтап кетіп, әлеми және рухани күштердің бәрінің жиынтығы болса, өндіріс ресурстары есептелінеді. Келесі
Өндіріс ресурстар нешеге бөлінеді? Жүзін ерасал айтамыз екен. Олар 5 топқа бөлінеді. Табиғатты ресурстар, материалдық, еңбек, қаржы, ақпараттық ресурстар. 5 топқа бөлінеді екен. Кәне материалдық ресурстарға не жатады? Материалдық ресурстарға адамдар өз қолымен жасаған заттар, мысалға орындық, тақта және тағы да басқа заттар. Компьютерлер, көліктер, кәнекей дұрыс. Ал енді осы өндірістік факторлар, жайдыңыз жер, капитал, еңбек, кәсіпкерлік қабілет және ақпарат. Осылардың әрқайсысын жеке-жеке талдап кетейікші. Кәне кім айтады? Ақша және де берілген нысандарды жатады. Ақша, қалды жалпылама тілмен айтқан кезде. Ал үшіншісі еңбек факторлары. Адам қызметі жатады. Адамдардың қызметі жатады, адам еңбегі жатады екен, жер факторлары, еңбек факторлары. Ал енді кәсіпкерлік қабілеттерге? Кәсіпкерлік қабілет, кәсіпкерлер және кәсіпкерлік инфрақұрылым жатады. Инфрақұрылым, кәсіпкерлік қабілет және осы жатады екен, кәсіпкерлердің арасында ынтымақтастық, және ең соңғысы ақпарат. Ақпаратқа интернет желілері және бұқаралық ақпарат құралдары. Интернет желілері, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біз осы ақпараттың бәрін алып отырмыз. Біздің оқулығымызда ойланайық, талқылайық деген дағды бар. Ойланайық, кітаптарымызды ашайық, ойланайық, дағдылайық, талқылайық деген дағдыда осы сұрағымыз тұр. Осы сұрағымыз. Неліктен өндірістің басқа факторлардың арасында кәсіпкерлік бірегей мағынаға ие? Кәне осыны талқылап көрейікші. Неліктен? Кәне кім айтады? Топ бойынша талқылап алыңыздар. Кәне кім айтады? Кәне әлде қол көтеріп бірінші болып кәне абайда. Өзге де кәсіпкерлер ең алдымен оларға компания иелері, менеджерлер және бизнесті бастаушылар жатады. Кәсіпкерлік бірегейліктің арқасында өзге де экономикалық ресурстар, білім, жер, ақша, капитал өзара әрекеттеседі. Енді осы толық ақпаратты беру дегенімізді, құрметті оқушылар, толық ақпаратты алып отырып, табыс көзін ұлғайтуға ары қарай жетелеп, табыс көзін көбірек табуға мүмкіндік бола ма? Осы тиімді ме, тиімді емес пе? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Қалай ойлайсыз? Толық ақпарат беру табысқа жетуге кепілдік береді. Себебі екі компанияда бірдей тауар шығарып, качестволары бірдей болатын болса, егер де мына компанияның жарнамасы мықтырақ және танымал болатын болса, ол тауарларды жақсы өтетін болады, ал жарнамасы жоқтан қарағанда жарнамасы танымал компанияның табыс көзі көбірек болады. Яғни сіз жарнама дедіңіз, осы, яғни сол арқылы ақпаратты көбірек беру арқылы табыс көзін көбейтіп түсіруге, табыс көзін алуға мүмкіндік бар деп отырсыз. Дұрыс па? Отыра қойыңыз. Айылын қол көтердіңіз. Мен Дамирдің ойымен толықтай келіспеймін. Себебі кез келген жарнама қаншалықты мықты болғанымен, ол жерде оның өнімнің сапасы төмен болған жағдайда, оны ешқандай табысқа жеткізбейді. Керісінше оны алмауға көп адам кеңес береді. Кез келген мысалға, кез келген өнім болсын, оны жарнама жасамай-ақ адамдарға ұнаса, сапасы жақсы болса, жарнамасыз-ақ ол табысқа жетуге мүмкіндік береді. Сіздің ойыңыз. Толтырамыз. Ресурстар мен факторлар деген екі кесте, екі жағында бар. Жаңа біз айтып кеттік, ресурстар 5 топқа бөлінеді деген, факторларды 5 топқа бөлінеді деген. Осыны сәйкестендіреміз. Сызықтармен ресурстар мен факторлардың арасын бітті, сол топ қол көтереміз, біз біттік деп. Ал енді құрметті оқушылар, тексеріп көрейік. Табиғи ресурстар, жер, дұрыс па? Жер фактормен байланысады екен. Материалдық ресурстар, капитал, дұрыс па? Бәріміз қарап отырамыз. Еңбек ресурстар, фактормен, еңбек фактормен. Қаржы ресурстары, кәсіпкерлік қабілетпен, және капиталмен екен. Және ақпараттық ресурстар, ақпараттық факторлармен. Кәнекей, мен бір тексеріп шығайын.
Мына жерде қаржы, капиталы, өндіріс ресурстарын, факторларды пайдалана отырып біздің Шақпақ Баба ауылында қандай ресурстарды алып сіздердің ойларыңызда жүрген идеяларыңыздан, осы ойларда, басқа жүрген идеяларыңыздан қандай жаңа кәсіп ашуға болады екен? Осы жайында біз сіздерге 5 минут, 6 минут уақыт берейін, осы плакатқа өздеріңіздің ойларыңызда жүрген біздің ауылда осындай ресурстар бар, және осыны істеуге болады. Мынандай кәсіптің көзін ашуға болады екен деген жаңа идеялар бар болса, соны плакатқа түсірейік, қазір сөйтіп жұмыс жасаймыз. Жылдам 5 минут уақыт берейін сіздерге, 5 минуттан кейін қоруға шығамыз. Біздің көптен бері ойымызға келіп жүрген ауылымызда ашылатын бизнес ол Шақпақ Мейрой. Яғни бұл туризм бағытында болмақшы. Себебі біздің көрші ауылымыз Ақсу-Жабақ ауылының өзінде туризм жақсы дамыған, демалуға арналған коттедж, демалуға арналған арнайы орындар бар. Біз осыны табиғатымыз керемет, демалатын барлық жер болғандықтан, өзіміздің таудың жанында барлық ресурспен қамтамасыз етілген болғандықтан, Шақпақ Мейрой деген демалуға арналған орын ашпақшымыз. Ең бірінші біздің бастайтынымыз ол бизнес туралы білім. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасынан ең бірінші бизнес туралы білім алып сертификат аламыз. Ал екінші біз көршілес ауыл Разъезд 114 ауылынан ең төмен бағада таудың көрінісімен жер таңдап, соны ең төмен ақшаға төмен бағаға түсіреміз. Және де соны сатып алушы бізге қаражат керек. Біз Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасынан ең төменгі пайызда ақша алмақшымыз. Көп емес, аздан. Себебі біздің бизнесіміз ары қарай дамитын, дамымайтын, оны ешкім білмейді. Одан кейінгі коттедж салу. Біз коттеджімізді ең алғашқы 3 коттеджбен бастайын деп жатыр. Себебі ол 3 коттедждің ары қарай дамып кетсе, үлкейтеміз әрине, дамымай қалса енді көре жатармыз. Кейін 3 коттеджіміз салып болып, ішінде тек қана 3 коттеджбен ғана шектелмейді. Адамға керектінің бәрі бар. Тамақты арнайы асханалар, тамақ кафелер ашамыз. Және де соны барлығын салып дайын болған кезінде біз өзіміздің коттеджге ақпарат көздеріне таратпақшымыз. Сол ақпарат көздерімен адамдар біліп, ары қарай ойын білу, және балаларда қандай идея бар екен. Ақыл жастан дейді, алтын тастан дейді. Сол сияқты осы балаларда идея өте көп болады ғой. Сондықтан осындай ой тастадым, сөйтіп біздің табиғатына 4 топымыздың біреуі айтты, біздің табиғат өте керемет. Демалыс орнын ашсақ болады, тау бөктеріне деген өздерінің идеяларын жасады. Екіншіміз бізде жаңа Маржан апайымыз сияқты сүт өнімі әрбір үйде бар ауылда. Соны өңдеп бізде сондай цех ашсақ деген ой. Үшінші тобымыз нан әр уақытта бізге қажет. Нан ол керек болғандықтан біз осындай наубайхана біздің ауылда жоқ екен, сондай наубайхана ашсақ деген ой жазып алыңыздар. Сіз өз кәсіпкерлік қызметіңізді қандай ресурстан бастар едіңіз? Өз шешіміңіздің себебін жазыңыз және дәлелдеңіз. Яғни қолданатын нәрселеріңіз ресурстар, табиғат ресурстар, материалды ресурстар, еңбек ресурстар, қаржы, нан. 4-ші тобымызда мына алма. Және осындай сок жасасақ деген оймен мына осындай не жасап отыр. Гүлбану, алмадан ұсына ғой, құрметті қонақтарға. Сабағымыз аяқталды. Осымен енді құрметті оқушылар, сіздер түсінді де білем. Ресурстар мен факторлар деген түсіндік па құрметті? Түсіндік, ресурстар мен факторлар деген. Оны қандай бөлікке бөлінетінімізді білдік, рахмет. Наннан да ұсына қойыңыздар құрметті. Гүлжан, аяжын сенде бере қой. Ал енді құрметті оқушылар, кетіңіздер өз ойларыңыз. Сіздерге рахмет. Оқушылар кете береді ғой? Иә, оқушылар шыға береді.